Сәлем оқушым, бүгін біз сіздермен бірге кремний деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер олардың периодтық жүйедегі орны, табиғатта таралуы, алынуы, физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері, қолдануы және де кремнийдің қосылыстары жайлы айтатын боламыз. Так, сонымен кеттік. Кремнийден жалпы сипаттама беріп өтейік. Жалпы кремний ол бізде периодтық жүйеде нешінші қатарда орналасқан? Ол бізде төртінші топта орналасқан және де үшінші периодта орналасқан. Және де ол бізде атомдық массасы оның 28, ал реттік номер қанша? 14 деп айтамыз, е? Енді мына жазып қойық. Бізде екінші, төртінші топ, топ бойынша төртінші топ, үшінші период, үш қабаты бар деген сөз. 14-ші, реттік саны 14, реттік саны. Ал атомдық массасы қанша екен? Атомдық массасы AR дейміз, ол бізде 28-ге тең екен. Енді бұны біз алғаш бұл ашқан ғалым, бұл бізде Берсеулис деген ғалым ашқан болатын. Және де бұның бізде электронды конфигурациясын жазатын болсақ, яғни толық жазатын болсақ, ол кезде бізде 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 және де 3p2 дегенмен аяқталады екен. Ал енді бұның валентлік электрондар саны әрине ол бізде 4. Кремнийдің көрсететін валентліктері қандай десеңіздер, ол бізде бір ғана валентлік көрсетеді, ол бізде 4 деген валентлік көрсетеді. Ал тотығу дәрежесіне бойынша ол бізде -4 көрсетеді және де +4 ғана көрсете алады. Түсінікті, бізде көміртекте қандай еді? Ол жерде +2 бар еді, ал мына жақта -4, +4. Ал кремнийде -4 те бар, +2 бар қосымша и +4 бар еді. Ол сонда сені көміртекпен бірге салыстыра отырып жаттап отырсаңыздар болады. Жалпы енді табиғатта таралуына келетін болсақ, бұл табиғатта оттектен кейінгі екінші элемент. Неге? Өйткені оттегіміз бізде 49% кездессе, бұл бізде табиғатта қанша? 27-де 6% кездеседі. Яғни почти көп қой былай қарасаңыз. Өйткені неге деп қарасаң, өйткені бұл негізгі жер бар ғой, топырақ болсын, жер болсын, құм болсын, соның құрамында негізгі элементтердің бірі да. Енді елестете беріңіз да. Енді оттегін көбейген, оны самосойыз келсесіздер. Өйткені ол бізде атмосферада бар, және де су бар. Ал су ол жер шарының 4-тен 3 бөлігін алып жатыр да. Су деген ашего ғой, яғни ішінде құрамында оттек бар да. Ал енді басқа да жер, құрғақ жер болсын, Сахара болсын, білмеймін, там шөл болсын, барлығы оның құрамында міндетті түрде не болады екен? Осы кремний болады екен да. Түсінікті ме? Яғни былай масштабына ойланып көріңіздер, қай нәрсе не үшін көп екеніне. Жақсы ғой? Енді бұлар бізде бос күйінде кездеспейді. Бұлар кең тараған қосылыстардың бірі, ол бізде кремнезм, немесе шақпақ тас деп те атайды бұны. Екінші аты бар кварц, құм, немесе тау хрусталі ретінде осыларды аттарын жаттап алыңыздар. Яғни кремний оксидінің бірнеше аттары бар. Сіздер анау контекстік сұрақтар келген кезде осы нәрселер бойынша айтылуы мүмкін. Жақсы ма? Келесіне әртүрлі силикаттар құрамында каолинит, ақсаз дейді, яғни оның құрамы мынау. Бізде алюминий 2, O3, 2 силициум O2 және де 2 H2O. Келесі орта класс дала шпаты дейді. Бұл жерде қарасаңыздар екеуінің салыстырмалы түрде қарап көріңіздер. Бұл жерде калий 2O, алюминий 2O, 3 және 6 силициум O2 деген зат бар. Келесі слюда, ол жерде калий 2O, алюминий 2O, 6 силициум O2, просто су бар екен. Екеуінің айырмашылығы, соны орта класс бен слюданың айырмашылығы, просто мынада слюдада не бар? Су бар деп сөйтіп жаттап алсаңыздар да болады. Енді бұдан бөлек жалпы кремний бізде өсімдіктерде де кездеседі. Оның ішінде жаңағы қалақай, бамбук деген ағаштар, вот соларда өсімдіктерде кездеседі. Енді адамның организмінде де, жануар организмінде де кремний обязательно болады оқушылар. Сол нәрсені тоже ескеріңіздер. Келсе алыну бойынша келетін болсақ, жалпы бұл бізде кремнийді бұл енді реакцияға түсу жағынан өте қиын элементтердің бірі. Яғни бос күйінде кездеспейді, оның үстіне білесіңдер, жаңа айттық. Сондықтан бұны біз міндетті түрде бір заттардан бөліп алады екенбіз. Мысалы, жаңа айтып отқан, бізде айттық қой мына жақта силициум O2 деген. Силициум O2 өте көп. Мысалы, мынау кәдімгі Сахара шөлі, осының құрамында силициум O2 өте көп та. Енді ойлана беріңіздер, ең көп нәрсені алған бізге тиімді да. Получается, бізде силициум O2-ні не істейді? Жаңағы өте үлкен пеште, өте жоғары температурада бізде қыздырады екен. Көбінесе бұны электр пештерінде қыздырады. Сол кезде бұл жерде көмірмен бірге тотықсыздандырады екен. Сол кезде бізде кремнийдің таза өзін алуға болады, и жаңағы біздің СО-мыз осы жерде бөлінеді екен. Мына жерге қоямыз, мына жерге қоямыз, болды.
Енді ары қарай осы жерде тотықсалған кремнийдің біраз бөлігі көмірдің артық мөлшерімен әрекеттесіп карбарунт түзуге болады екен. Яғни мына жердегі мынау бізде мына екеуі не істейді, арасында реакция жүріп кетеді екен да, осы реакция нәтижесінде карбарунт деген бізде зат шығады екен. Карбарунт формуласын мына жерге жазып қойсам болады, иә? Силициум немесе силициум С деп жазылады. Рас ма? Мынау дұрыс негізі. Кремний не карбиді деп аталады. Кремний карбиді немесе карбарунт. Жаттап алсаңыздар болады. Карбарунт. Келесі зертханада қалай алуға болады десеңіздер, яғни үй жағдайында болсын, зертханада болсын, оларды бізде не қылып алады екен? Магний ұнтағымен әрекеттестіріп алады. Осы жерде магниймен қалай десеңіздер, силициум О2-ге қызып тұрған жаңа магнийді салып, бір-бірімен әрекеттестіреді. Сол кезде магнийдің оксиді шығады бізде. И кремний таза күйінде. Так, теңестіреміз, мына жерге 2, мына жерге 2 қоямыз. Так. Келесі жартылай өткізгіш ретінде техникада қолданылатын аса таза кремнийді мырыш буымен, яғни кремний хлоридін әрекеттестіріп алады екен. Яғни силициум хлор 4 деген затқа нені жібереді екен? Біздің мырыш буын жібереді. Сол кезде бізде силициум таза өзі қалады, и цинк хлор 2 деген зат шығады екен. Так, мына жерге 2 қоямыз, сынып барлығы теңеседі екен, мінекей осындай. Келесі физикалық қасиеті, жалпы енді бізде физикалық қасиеті бойынша кремнийдің 2 кристалл аллотропиясы бар. Ол бізде аморфты және кристалды деп бөлінеді. Кристалды. Так. Енді қараңыздар, осы жерде бізде осы кристалды бізде неге ұқсайды екен? Алмазға ұқсайды екен. Кәдімгі алмаздың құрылысына ұқсайды. Және де бұның ішінде ең тұрақтысы да осы кристалды аллотропиясы. Енді осы жерде кристалдық кремнийдің түсі қандай десеңіздер, екеуінің айырмашылығы болады екен. Аморф мен кристалдың. Кристалды кремнийдің бізде түсі, ол бізде күміс түстей примерно сұр түске қарай жақындай болады. Яғни күмістей сұр түсті болады. Күмістей сұр түсті. Осылай жазып қойсаңыздар болады. Күмістей сұр түсті. Ал енді бізде аморфта олар сұр түсті болады деген. Түсінікті, екеуі де сұр түсті, бірақ жаңағы кристалл торда күмістей сұр түсті болады, примерно жылтырақ, мына сияқты примерно сурет жаттап алсаңыздар болады. Осындай, осы бізде кристалл торы бар. Кристалды кремний дегеніміз осы. Түсінікті. Так, осындай. Так, басқа меніңше осы жететін сияқты, басқа бізде мәліметтер сұрамайды. И вроде мынаның енді кристалды кремнийдің жалпы температурасы ол примерно 1415 градуста ол балқиды. 1415 градус, өте жоғары температура былай қарасаң негізі. Так, осындай. Енді бұл жерде аморфқа тоқталайық. Жалпы енді аморф пен кристалдың айырмашылығы қандай десеңдер, кристалл деп отқан аты айтып тұр, яғни белгілі бір оларда жүйелік бар да, байланысуында белгілі бір жүйелікпен байланысады. Ал аморф олар бізде ретсіз орналасады екен. Ретсіз, ол жақта ретсіздік. Мысалы аморф кристалдық мысалы бірдей арақашықтықта орналасатын болса, жаңағы нелеріміз, мыналардың арасы, мыналардың арасы бірдей қашықтықта болатын болса, ал аморфта қандай болуы мүмкін? Біреуі мына жақта болуы мүмкін, біреуі мына жерде болуы мүмкін деген сияқты. Түсінікті ме? Яғни аморфта ретсіз құрылым болады, былайша айтқан кезде, яғни белгілі бір жүйе жоқ та. Осындай затпен есте сақтап алсаңыздар болады. Так, сонымен жалпы кішкене кіріспесі болса, енді келесі бөлімде сіздермен химиялық қасиеттері, қолдану, олардың жаңағы басқа да қосылыстары жайлы айтатын боламыз, кеттік.